полиция кіші лейтенанты бар. Жүк көліктеріне қатысты талапты күшейту қажет. Индер аудандық әкімдігінің мамандары мен жол инспекторлары осылай деп дабыл қағуда. Өйткені жүргізушілердің дені шамадан тыс жүк артып, жолдарды бүлдіріп жатыр. Осыған орай облыс әкімінің хаттамалық бұйрығымен кезекті рейд басталды. Акиматтан жол патруль полиция бірге іс-шара болады. Пять жүк бірге закладывается ба? Вот техпастоить, пожалуйста. Техпастоить, пожалуйста, техпас. Анжеге автокөлік салмау учиміз, анжеге жүре қойыңыздар бірге. Бұл Атырау-Индер бағытындағы облыстық маңызы бар тас жол. Ауданда карьер болғандықтан осы трассада инертті материал тиеген жүк көліктері көп кездеседі. Әрине, олардың қозғалысына шектеу жоқ, бірақ көліктің көлеміне қарай оларға қойылатын талап бар. Самосалдың өзіне келетін болса, рұқсат етілген масса 25 тонна. Егер де артында прицеппен болатын болса, онда бірге қосқанда прицеппен онда 40 тонна болады бізге. Каждый ойысқайда 8 ал положено 16, бана прицепне положено 10-10. Мәселен, қос прицепті мына КАМАЗға 40 тонна жүк тиеуге рұқсат, ал өлшеу құралы 6 тонна артық салмақ бар екенін көрсетті. Оған қоса жол аралығына белгіленген алым ақысы да төленбеген. Сәйкесінше, көлік иесіне әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 571 бабы 6 және 9 тармағымен хаттама толтырылып, 479.960 теңге айыппұл салынды. Ал мына көліктің салмағы тиісті мөлшерден 21 тоннаға артық болды. Жүргізушінің айтуынша КАМАЗ иесі астаналық екен. Мамандар заң иесін анықтап, тиісті хаттама толтырғанға дейін көлік айыппұл тұрағына қойылатынын ескертті. Жоғарыда атап көрсеткенімдей, КАМАЗдар тас пен құмды карьер басынан тиейді. Бұл ретте жүк мөлшері неге сол жерден өлшенбейді деген заңды сұрақ туады. Карьерлер маңында өздерінде салмақ өлшеуіш құралдары болу керек. Және сол салмақ өлшеуіш құралдарымен артық инертті материалдар тиелмеуге тиісті. Қазіргі таңда бірақ кәсіпкерлер оны тиісті деңгейде орындамай отыр. Талапты орындамай, ортақ тәртіпке бойсынбағандардың кесірінен жол сапасы төмендеп, жолаушыларға зардабы тиеді дейді мамандар. Рас, алайда олар жүкті өз мөлшерінде тиегеннен гөрі айыппұл төлеуді оңтайлы санайтын сыңайлы. Сондықтан да оларға тосқауыл болатын басқа шара қажет дейді көпшілік. Аңсаған Сайлауқызы, Әділ Амантай, өңірлік коммуникациялар қызметінен.